Армысыздар бауырлар, көптен бері біз енді тарихқа шықпай, эфирге хабарға шықпай кеткен едік. Соны енді қолға алып жатырмыз. Өйткені не арна бар ғой, TikTok деген арнаға шығып еді, ол жерде қосыла қойдым, ол не шыға береді. Енді біздің бауырлар біздің тарихты күтіп отырғандар көп екен. Сондан енді хабарларды қолға аламыз шығаруда. Содан кейін бізге орысша Евразияның шынайы тарихы деген кітапты міне орысшаға аударып шықтық қазір. Қыстай отырып искусственный интеллект арқылы. Бірақ кейбір жерлерінде ол өзінің несін айтып кетеді екен. Соны мына Петропавлда Рус деген бауырымыз бар. Соған жіберген. Сол бір қарап шығайын деп. Өйткені ол орысша оқыған, орысша өте жақсы біледі. Енді біздің тарихымыз өте тереңде, біздің тарихымызды қолмен жойғанын білесіздер. Бірақ өкінішке орай біздің мемлекетте, біздің мына кеңес үкіметі оқытқан тарихшылар да біздің ол тарихымызды түсінбейді. Оның мына түптің өзіме шейін де түсінбейді біздің бауырлар. Өйткені ұрпақ азғындаған біріншіден, ұрпақ жат болып кеткен, санадан қазақтың болмысынан айырылып қалғанбыз ғой біз. Бізде тіл бар, дін бар, әйтеуір жартылай ваххабизм болса да дін келді, Құдайға шүкір. Бірақ тіл жоқ қазақтарда. Тіл деген ол жан дүние. Бұрынғы қазақтардың жан дүниесі біз жоғалтып қойдық. Ол қазақтардың біз шет жағасын көрдік қой. Нағыз адамгершілікті қазақтар солар болатын. Нағыз мұсылман, нағыз адамгершілік жол ұстаған қазақтар солар болған. Біз соны жоғалтып қойдық. Тілде бар да тілде жоқ деп аталарымыз айтатын. Сол қазіргі қазақтар тілі сайрап тұр, бірақ тілде жоқ қой. Шәкәрімға айтатын, сыртқы сөзің шын болса, ішің толған жүн болса, мінезің жүрегіңде мен болса айтқан сөзің емес демекші. Қазіргі қазақтар көп жақсы әңгіме айтады, бірақ тілмен айтады. Ол тілмен айтқан құлаққа барады, ал тілден айтқан жүрекке барады. Білесіздер оны. Сондықтан бұл жан дүниемен таза болу керек. Бұрынғы қазақтар сол жан дүниесін таза ұстаған. Кеңес үкіметі соны құртты ғой, дінсіз қалды. Мына арақпен улады, неше түрлі анашамен улады. Енді қазір сырт дін осы екен деп ата дәстүрге қарсы діндер пайда болды. Дін осы деп олар алдап жатыр. Қазақтар әруаққа сенген, жаңағы күнге табынған, айға табынған деп қазақтарды алдап өздерін